Қайырлы күн, сіздермен бірге Абзал қызы Шахназ. Және де бүгін біз мектеп жанындағы интернатта тәрбиеші және мектеп кітапханасында жұмыс істейтін Сейтахова Ақсамал Темеш қызымен сұхбаттасамыз. Өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Ақсамал Темеш қызы. 1982 жылы осы ауылда, Талдыапан ауылында дүниеге келдім. Еңбек өтілім 23 жыл. Мектеп жанындағы интернат тәрбиешісі болып кетқаныма. Және қосымша осы кітапханада жұмыс атқарып келемін. 4 бала шағам бар, отбасым бар, үлкен отбасым бар. Сол жайымен деп осы ауылда жұмыс істеп келеміз. Тәрбиеші және кітапханашы болу сіз үшін қандай маңыз береді? Тәрбиеші болу да өте қиын. Кітапхананың да қазір жұмыстары оңай емес. Өте қиын, көптеген құжаттар сұрайды. Сонымен қатар отбасымда бар. Соның бәрін алып жүру оңай емес. Бәрінің бабын табу, жаңағы оқушылармен тіл табысу. Қазіргі балалардың жағдайы әртүрлі. Біреудің еркесі, біреудің тұңғышы деген сияқты сол балалармен тіл табысып, жайлап баптарын тауып, бірде қатты сөйлеп, бірде жай сөйлеп, бірде алдап сөйлеп, бірде күліп сөйлеп, сондай кездерім болады енді. Енді кітапханаға келетін болса, кітапханада да түрлі шараларымыз өтеді. Әртүрлі жаңағы датылы жылдар өтеді. Бұл балалармен де жұмыс жасау мен үшін үлкен мәртебе. Барымды бергім келіп отырады, осы оқушыларға білгенімді солармен бөліскім келіп отырады. Жақсы. Балалармен жұмыс істеу сізге қандай сезім береді? Балалармен жұмыс істеу өте үлкен сезім, жақсы, балалардың жақсы болғанын қалаймыз, ақылды болғанын қалаймыз, саналы болғанын қалаймыз. Сонымен осы мектепте оқысын, білім алсын деген балалардың қазір мүмкіншіліктері көп қой. Соған орай балалар үлкен бір биіктерді, шыңдарды бағындырып белестерге жетсе екен деймін. Жақсы. Осы кітапхана жұмысыңыз арқылы интернаттағы балаларға қандай мүмкіндіктер беріп жатырсыз, қандай көмектерін тигізіп жатырсыз? Интернаттағы балаларға көбіне жаңа шаралар болғанда осы кітапханаға алып келемін, шараларды өткіземін, жаңа видеороликтер көрсетемін. Биылғы датылы жылдарға байланысты Абайдың 180 жылдығы, жаңағы Жамбыл Жабаев бар, оның ішінде Міржақып Дулатов бар. Сол кісілермен жаңағы видеороликтерін көрсетіп, өмірбаяндарын айтып, сонда бәрін Шоқан Уәлихановтарды айтып отырамын. Жаңа 30 жасында қайтыс болыпты, 30 жасына дейін қаншама осы ақын жазушыларымыз көптеген жаңағы артына қаларлықтай із қалдырып кеткен ғой бәрі де. Соны айтып отырамын үнемі. Керемет. Ендігі кезектегі сұрағым, осыдан 15 жыл бұрынғы интернатта тәрбиеленген балалар мен қазіргі балалардың айырмашылықтарын айта кетсеңіз? Ол жер мен көктей. Бұрынғы бітіріп кеткен балалар айтады ғой, апай, сіз бізді сабайтын едіңіз ғой, ұрсып деп. Қазір ондай жоқ, сабау жоқ балаларға. Бұрын салып қалатын едік, құдай болсын, шетінен балалар иығынан болсын. Қазір сабау жоқ, алдайсың, ұрсасың, қатты айтасың, жайлап айтасың. Балалардың қазір психологиялары кішкене қиындау. Бірақ та енді бұрынғы балаларым жақсы сияқты, көргенде осы апайлап тұрады. Сәлеметсіз апай деп барлығы сыйлап тұрады. Оларына рахмет. Қазіргі балаларды көбіне алдаумен сол сөйтіп келатыр, мен шыны керек алдаймын көбіне балаларды. Түсінікті. Енді жалпы өмір мен тәжірибе туралы қоятын болсам, сізді бұл салаға несімен қызықтырды кітапханада? Кітапханада қызықтырғанда енді бұл салаға өзім мамандығым емес, бірақ та жаңағы оқушылармен жұмыс жасау қызығырақ. Бастауыштың оқушылары келеді, естері кетіп, жан-жақтарына қарап, жаңағы әртүрлі кітаптарды көрсеткенде, оларға даже ертегі айтқанда сомдап өзім сол кейіпкер болып кетемін. Жаңағы бақа болып, аю болып, оларға ертегі түсіндіргенде естері кетіп, ауыздарына ашып қарап отырады. Сонда мен сол рөлге беріліп кетемін, өзім қалай беріліп кеткенімді білмеймін. Өзім сол жаңағы ертегі айтқанды балдарға жақсы көріп тұрамын, бастауыштың оқушыларына, әсіресе 1-2 сыныптарға.
Енді осы тәрбиешісі ғой интернатта. Осы жұмысыңызда ең есте қаларлықтай шабыттандырған сәт қандай болды? Шабыттандырған дейсіз бе? Есте қаларлықтай шабыттандырған өзімнің Малика деген үлкен апайым болып еді. Сол кісі өте жақсы болып еді. Өзі деген күлдіргі кісі. Кісіні күлдіріп жүреді, сондай кісі. Мен сол кісіден өзім интернатта жатып тәрбиеленуші болдым. Содан мен өзім тәрбиеші болдым. Сол кездерде сол кісінің жаңағы ізін қуып, сол кісінің айтқан сөздерін қуып, сол өзім тәрбиеші болып келдім ғой. Өзіме ұнайды тәрбиеші болған. Жақсы, енді сіз балалармен көп жұмыс істейтін болғандықтан әртүрлі сәттер болады, бірақ та қиын сәттерде мотивацияны қайдан аласыз? Мотивацияны жолдасымнан аламын. Жолдасым кейде айтып отырады, былай істе, балаларың тыңдамаса, жаңағындай кішкене маған айт деп. Ол ер адам ғой, ер адам болғасын кішкене еркекше сөйлесетін шығар деп ойлаймын. Сол жолдасымнан аламын мотивацияны, балаларымнан аламын. Жақсы, ал жаңағы интернатта көптеген балалар болады. Бірінің қалыптасуы ерте болса, бірінің қалыптасуы жай болып келеді. Сондай кезде балалар сабақтан бір шаршап, немесе шаршадым болды, оқымайын деген кезде оларға сіз қалай көмек бере аласыз? Шаршадым, оқымайын дегенде ме? Ұрсам, бірінші ұрсып аламын айқайлап. Содан соң жайлап айтамын. Сосын еркелетемін. Айналайын, қара балам, айналайын, қара қызым деп бәрін еркелетіп отырам. Сосын бәріне ат қойып қоям. Дидар деген балама Дидош деймін, Берк деген балама Берко деймін. Сөйтіп еркелетіп отырам. Сосын олар еркелетіп, оларды жақсы деп таза жүреді деген сайын, олар сол бағытта өздері жаңағы бөлмелерін таза ұстауға тырысып атады. Өздерінің дене киімдерін таза ұстауға тырысып атады. Мақтап жіберем, сонда мақтағанда балалар мақтағанды жақсы көріп тұрады. Еркелетем, сосын жаңағындай әртүрлі нелермен, қылықтарымен айтып. Жауап алдық. Ендігі кезекте сұрағым, өміріңізде алған ең маңызды немесе ең бір сапалы тәжірибе қандай болды осы балалармен жұмыс істеу кезінде? Балалармен жұмыс істеу кезінде тәжірибе дейсің бе? Білмеймін. Балаларын бітіріп бәрі кетіп жатыр, өзара үй болып жатыр. Шаңырақ көтергендеріне соларға қуанам. Қуаныштарына жаңағы шақырып жатса соған барам. Мектеп кезінен жүріп жүрген қыздар мен балдар қосылса екен деп тілеймін. Бір кезде бір күндері айтқан нем болып еді, бір қыз бен бала. Қойшы, сендердікі жаңағындай топ махаббат десем, жоқ, бізге тауық емес, апай көресіз, біз үйленеміз дейтін еді. Сондай нелерді көргенде бір шабыттанасың, үлкен дәреже үйленіп жатса, отбасы құрып, үлгілі отбасы болса, соған қуанам ғой, қуанам. Жақсы, керемет. Енді біз қызықты әрі ерекше сұрақтарға көшсек, егер де сіз бір күнге кітап бола алсаңыз, қандай кітап болар едіңіз? Сыры көп, құпия, бір ашылмаған кітап болар едім. Жақсы, керемет жауап. Балалардан немесе оқушылардан алған ең күлкілі немесе таңқаларлық сұрағыңыз қандай болды? Балалардан алғаным ба? Балалардан алған сұрағым, олар дейді, міне, сіз апай өнер жолыңызда жүруіңіз керек едіңіз, сіз деген біздерді күлдіріп отырасыз әрдайым дейді. Соған мен өзім соған шабыттанып жақсы көріп тұрамын, оларды күлдіртіп тұрамын. Мен айтамын кейде өзімнің жан-жағымдағы достарыма, күліп жүріңдер, ұзақ жасайсыңдар дейді. Сондықтан күліп жүру керек деп ойлаймын. Оңай, қиын өмір жолдарында әртүрлі салаларда жұмыс істейтіндерге үнемі күліп жүрген жақсы көремін өзім. Жақсы. Енді кітапханада жұмыс істейсіз, көптеген кітаптарды көресіз. Мүмкін беті ашылмаған кітаптар бар шығар. Осы кітаптардың арқасында сіз қай кітап сіздің өміріңізді өзгертті? Қандай кітап сізге қиын кезде мотивация беріп, немесе бір өзіңізді жинап алатындай күйге түсірді? Мен мына осы кітаптардың ішінде оқушылар да біледі, көп өмірге шектеу жоқ деген шетел жаңағы азаматының кітабын жақсы білем. Соны оқыдым. Сосын тағы неден бір кітабын оқыған. Сол кітаптардан алғанды, түйгенді
біліп отырамын. Енді мен өзімнің оқыған кітабым Ник Вуйчичтің «Өмірге шектеу жоқ» деген кітабын оқыдым. Бұдан аларлық көп деп ойлаймын. Оқушылар оқыса, жаңа өздеріне керек жерлерін алса екен деймін. Өмірге құштарлығы бұл кісінің қол аяғы жоқ болса, жоқ болса да, жаңа өмірге құштарлығы өте көп, жақсы адам. Әрбір адамды құшақтаған сайын әртүрлі мотивация береді екен, түрлі сөздер айтады екен. Бір адамға айтқан сөзді екінші адамға айтпайды екен. Сонымен қоса бұның бұл кісі өзін өмірден өткісі келіп, жаңағы ваннаға су толтырып тұншығып жатқан жерінде өзінің әке шешесін ойлайды ғой. Сол кезде мен өлсем ол кісілер қандай қайғыға батар еді деп. Сонан өзі жүзуді жақсы көреді, содан тұрып жаңағындай жүзіп, соған алға қарай талпынысы күшті болып өмір сүріп жүр әлі күнге дейін. Осы кісінің кітабы өте жақсы. Керемет. Енді соңғы сұрағымды қоя кетсем, балаларға, болашақтағы балаларға, жастарға қандай бір үлгі тұтар кеңес айтасыз? Балдарға, жастарға қазір мүмкіншілік көп, оқыса екен, дамыса екен деймін, бір жерде қалмаса екен деймін, шетелдерге көбірек барса екен деймін. Мүмкіншілік көп қой қазір. Ақшалары болса, балаларын шетелдерге барып, дамуға, оқуға, жаңағы мына телефондармен көп алыспай, білім жағын көбірек қуса екен деймін. Шетелдің балдарына қазір деген көбірек оқытып, жас кездерінен тіпті еңбекке баулып жатады ғой. Сондай балдарды біздер қазір үбектемей, солған дағдыландырып, балдарды итеріп, жұмысқа, еңбекке баулысақ, бала одан жақсы болады деп ойлаймын, жаман болады деп ойламаймын. Жақсы, бүгінгі біз сұрақтарымызға өте керемет, толыққанды жауаптар ала алдық. Апай, сізге рахмет, көп-көп. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге де.